Құрметті тыңдарман, арнамызға қош келдіңіз. Кеш жарық, мен де ішімдегі ешкімге айта алмайтын жүрегімдегі қарадақ болып қатып қалған сырымды айтсам деймін. Әке-шешеден ерте айырылдық. Үйілмелі 10 бала аңырап қалдық. Ағаларымның өмірге пысықтығынан еш нәрседен кенде болмадық. Тоқырау жылдары қандай қиындықтар болса да, ауызбіршілігіміздің арқасында кішіміз үлкенімізді тыңдап, үлкендеріміз кішілеріне қамқор болып, әке-шешесіз болсақ та, ел сүйенетін, қызығатын ауызбірлікте өмір сүрдік. Мектепті 94-ші жылы бітіріп қалаға оқуға түстім. Ағаларым өте қатал болатын, қызды ешқашан бөтен үйге қондырмайтын, қала сыртында үлкен әпкем тұратын, тек соның үйіне қондыруға жіберетін. 3-ші курсты аяқтап жазғы демалыс басталған уақыт әпкем үйіне дос келіншектерін қонаққа шақыратын болып, мені көмекке шақырды. Өздері 2 бөлмелі қоржын тамда тұратын. Қонақтарға дастарханды далаға жазғанбыз. Кенеттен жаңбыр жауып үйге отыруына тура келді қонақтардың. Түн ортасына ауырып бара жатқан соң ұйқым келіп, жиендерім жатқан бөлменің кіре берісіне қисайып жаттым. Әпкемнің күйеуі де сол бөлмеде ұйықтап жатқан. Ұйықтап жатқанда бір ауыр нәрсенің көкірегіме басылғанын сездім. Жиендерімнің жатысы жайсыздау еді. Солардың бірінің қолы немесе аяғы болар деп сілкіп тастап ұйықтай бердім. Bir шамадан кейін әлгі ауыр нәрсе көкірегіме қайтадан басылғандай болып, бір кезде мұжғылай бастады. Өмірімде денеме қол тимеген мен денемді қорқыныш билеп, үнімі шықпай, не істерімді білмей қалдым. Әлгі ауыр қолды сілкіп тастап, жастықтан басымды көтеріп қалсам, әпкемнің күйеуі орнына қарай жылжып барады екен. Қорыққанымнан үнім шықпады, тіпті демалуға қорықтым. Әпкемдер көрші бөлмеде ойнап күліп отыр, есік ашық болатын. Есік жабық болғанда Құдай ұрып қалар ма еді. Орнымнан жайлап тұрып, кіре беріске барып отырып, қонақтар кеткенше сол жерде отырдым. Ертесіне ерте тұрып, әпкеме қалаға кетуім керек деп кетуге асықтым. Әпкем еш нәрсе айта алмадым. Ауылға келіп, өзімнен өзім жынды сияқты болып жүрдім. Шыдай алмай екінші әпкеме айтып, ақыры 2 ай өткен соң екеуміз әбден жыладық. Екінші әпкем не де болса да ішіңде болсын, бастысы тиіспесе болды. Әпкеңе айтқаныма ол сенсе жақсы, сенбесе өзің жек көрінішті боласың. Әйтпесе ол күйеуінен ажырасып кетсе, 3 баласымен қайда барады, қайтып күн көреді деп айтуға бекіндік. Сонымен жылдар өтті, тұрмысқа шықтым. Bir қыз, бір ұлым бар. Әпкемді қыз жоқ болғандықтан қызымды көмекке шақырып тұратын. Бұрынғы оқиғаны ұмытсам да есіме түсе қоймайтын. Дәл сол оқиға қызымның басына келеді деп ойламаппын. Bir күні қызым түнде жылап, енді әпкенің үйіне жүрмеңші. Әпкем түнде сыртқа шығып кеткенде ата келіп төсіме тиісті дегенде не естідім, не дегенімді білмеймін. Есімді жисам, қызымды құшақтап, ұйықтатып отыр екенмін. Әйтеуір қызымның одан ары еш нәрсе істеп үлгермеді деп айтқаны есімде қалды. Содан кейін әпкемнің үйіне қызымды жібермейтін болдық. Өзім де бармайтын болдым. Сонда жылдар бойы өзім қиналып, әпкемнің отбасы ойран болмасын деп, жылдар бойы арқалап жүрген ауыр жүк қызымның басына түскенде шыдай алмадым. Әпкеме айттым ақыры, сенесіз бе? Әпкем сенбеді, өтірік деді. Менің қорланғаным сол кездегі маған жезде сымағым тиіскенде 19-да болатынмын. Қандай қиналдым сол кезде. Әлі қызыма тиіскенді ол нәбері 12-де болатын. Жаным, қызымның жан дүниесі қандай болғанын өзімне артық ешкім түсінбейді. Әпкемнің маған да қызыма сенбегеніне жүрегім ауырды. Мен әпкемді ойлап, оның отбасының ойлап айтпағанымда түсініксіз келмеді. Міне, құрметті оқырмандар, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер, адам басына салмасын. Тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.